18 жыл болды, күйеуім менің жаныма жатпайды. Ақша таппайды. Не істерімді білмеймін. Өзімнен көріп келдім. Тағылмай жұмыс істедім. Қаншама курстардан өттім. Жұмыс істедім. Дамыдым, бірақ ештеңе өзгермеді. Енді сізге келдім. Егер осыдан кейін де өзгеріс болмаса, ажырасамын. Ол осылай келді. Біз ең алдымен триггерлермен проработка жасадық. Өйткені ол күйеуінің әрбір сөзіне, әрбір әрекетіне ашуланатын. Бұл сезімнің астарында жатқан жан жарасымен жұмыс істедік. Сосын ішкі баламен жұмыс істедік. Ішкі бала, ересек, ата-ана позицияларын реттедік. Өзін өзі бағалауды қалпына келтірдік. Өзіне деген сенімі артты. Жертва күйінен ересек, салиқалы, әйел рөліне өтіп, ішкі тыныштыққа қол жеткізді. Мен басқалардан кеммін деген терең сеніммен қоштасты. Самозванка синдромын артқа тастады. Жеке границаларын нақтылап, қай жерде өзі қатты кететінін және қай жерде өзін қорғай алмайтынын көрді. Сосын бәрі өзгере бастады. Алдымен өзіне деген көзқарасы, сосын күйеуіне деген көзқарасы, ал одан кейін балаларымен қарым-қатынасы өзгерді. Қызы бір күні келіп, «Мама, мен өткен жылы саған ренжуледім. Неге ажыраспайды деп ойлайтынмын. Енді қазір біздің отбасымыз тату-тәтті. Рахмет, мама», деген сөздерін айтты. Осы сөздерді қуана жеткізгенде, мен де шын жүрегіммен қуандым. Міне, сол клиентім өзінің қуанышты пікірін жазып жіберді. Және оны бір кездегі өзі сияқты қиын жағдайда жүргендерге себеп болсын деп басқалармен бөлісуімді қалады. Өзгеріс өзіңізден басталады.